Сәлем достар, сендермен бірге легенда. Және де біз бүгін Free Fire қатып жатса не істейміз деген видео шығаратын боламыз. Әрине, ең біріншіден бізге Play Marketке кіреміз де Play Marketке кіреміз. Біз және де ускоритель игры деп қоямыз. Игры дейміз. Міне Gunbusters. Осыны тартамыз достар, осыны тартамыз. Міне ускоритель игры Gunbusters деген бар. Ең алдында шыққан төртеуін тартамыз. Төртеуін байқап көріңдер. Ал артындағылар істемеуі мүмкін. Мына Gunbusters деген онша емес сияқты мен тартып көрдім. Жарнамалар шығып кетеді. Маған мына ускоритель игры Gunbusters деген ұнады. Одан кейін біз не істейміз? Одан кейін настройкаға кіреміз. Менің телефоным мези, бірақ та бұл барлығында бар. Спецвозможность для разработчиков дегенді басамыз. Өздерін телефоннан тауып аласыңдар. Для іздеуді басып осыны жазсаңдар шығады. Қазір наны басамыз да енді осыны не істейміз? Оны ол тұра береді. Қазір міне ускорить работу ГП дегенді өшіреміз және де қосамыз. Өшіріліп тұрса қосамыз, қосылып тұрса өшіріп қайттан қосамыз. Одан кейін бізге қайттан перезагрузка ету керек телефонды. Перезагрузка етіп болғаннан кейін Gunbusters деген тартылып болған шығар енді. Осы арқылы Free Fire'ға кіреміз. Біз және де Free Fire бұмен қатпайды достар. Бұған қататын ойындарды жүктесеңдер болады, сонда бұл қатпайтын болады. Ал бұлайша Free Fire'дан бұлай кіре сасақ ол қатуы мүмкін. Мұна ускоритель игра оны қатырып тұрғызбайды. Және де мұна жер рекламалар шығып кетеді. Бұларға айып етпеңіздер. Осымен видео аяқталды достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Сендерге уәде бергендей бүгінде видео шығардым.